Сәлеметсің бе балақай? Көңіл күйің жақсы ма? Олай болса, көңілді күймен сабағымызды бастайық. Каналымызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Балақай, дыбыстың не екенін білесің бе? Айналаңа мұқият қарап, дұрыстап тыңдап көрші. Мысықтар қандай дыбыс шығарады? Ал күшік ше? Дұрыс айтасың. Түрлі жануарлардың, мысықтың пырылы, мияулағаны, иттің үруі, құстардың салған әнін, желдің уілі, шөптің сыбдыры, бұлақтың сылдыры, жаңбырдың тырсылы, күннің күркірін, адамдардың дауысын, көліктердің дыбысын естігеннің бәрінде дыбыстар деп атаймыз. Қайталайық. Дыбысты естиміз, айтамыз. Тыңда, орында. Кіп-кішкентай саусақтар шаршамайды, тынбайды. Себебі бұл саусақтар жаттығулар жасайды. Түрлі сызықтарды дәптерлерге жазады. Еңбек сүйгіш саусақтар бәрінен де озады. Балақай, нүктелер мен үзік сызықтарды көрсетілген бағыттары бойынша бастыр. Өзіңнің әліппе дәптеріңдегі, жұмыс дәптерінің 5-ші бетіндегі 5-ші тапсырмадағы нүктелердің үстінен бастырып, жазып, өзіңнің ұнатқан түстеріңе бояп шығуыңа болады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Тапсырмалардың бәрін керемет орындадың балақай. Келесі кездескенше қош сау бол.